Армысыздар, қадірменді тыңдармандарым. Бүгінгі әңгімені соңына дейін тыңдап, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бір көрініп көзден ғайып болатын елес ауыл. Мен бұл оқиғаны басымнан кешірмесем, мұндайға еш сенбес едім. Баяғыда қазір сүйегі құрап қалған Қаңтарбай шал бір нәрсені кеңірсітіп айтып отырушы еді. Сонда осы алжыған шал өлер алдында болмас дүниені айтып, елдің басын қатыратын нес деп ренжуші едім. Ал енді өз басымнан кешкенді айтпас бұрын, сендерге Қаңтарбай шалдың айтқан әңгімесін айтып берейін. Өздерің білесіңдер, ол кісі өмір бойы қойшы болып өткен адам. Бірде қойды түс әлетінде өзен бойына иіріп, шай пайымды қайнатып іше қояйын деп тезек тере бастадым. Туған жерім Мұқаншы өзенінің бойындағы ертеден қалған жалғыз теректің маңы. Ауылдан жырақ жер. Күн ыстық, қырда бұралып сағым еріп жатыр. Тезек теріп кішкене дөңге шыға келгенім сол еді, таң қалғанымнан шалқамнан түсе жаздадым. Алдымда 10-15 шақты киіз үй тігілген шағын ауыл жатыр. Оның бірнешеуі ақ шаңқан болып көз тартады. Алдарында топтасып әңгімелескен біраз еркек кіндіктілер тұр. Ақ жаулықты қыз-келіншектер үйге бір кіріп, бір шығып, абыр-сабыр. 4-5 тайқазан асылып жатыр. Әріде ауыл балалары ойнап жүр. Бір аңғарғаным, ауылда той болғалы жатқанға ұқсайды. Жұрттың біразы қырға әлсін-әлсін көз салып, әлдекімді күтетін сияқты. Кенет әппақ киіз үйлердің бірінен жанына 2-3 адам ерткен, қолына домбыра ұстап, үстіне жібек шапан киген шоқша сақалды бір мырза шықты. Домбыра ұстаған адамның өңі маған тым таныс секілді көрінді. Домбырасы, шоқша сақалы, жібек шапаны әлдекімді еске түсіргендей. Бұл баяғы атам айта беретін 4-ші атамыз. Осы Тарбағатай өңіріне белгілі иісі сыбанның сал серісі атанған Мамытжан атам сияқтанды. Той қайда болса, ол сонда жүреді деуші еді. Көзін көргендер. Сол болса солда. Домбыра ұстаған адам жанындағы серіктермен сыртта сөйлесіп тұрған адамдарға қосылып, қыр жаққа қарап қол сілтеп бірдеңені айтып жатыр. Арқан созым жерде тұрсам да, ешқайсының даусы естілмейді. Төбелерінен үңіле қарап тұрған мені ешкім аңғармақ тұрмақ, назар да аудармады. Апыр-ау, бұл елес пе әлде жын ба? Деп есеңгіреп қалған мен, теңселе басым, ілгері бірер қадам аттап едім, әлгі көрініс лезде жоқ болды. Көз алдымда күнге күйіп сарғайған дала мен шоқым-шоқым шилер ғана жатты. Бісмілләмді жиі қайталап, әлгіндегі елес ауыл отырған жерді аралап шықтым. Дым жоқ, ештеңе болмағандай. Әлгінде қазан ошақ тұрған жерді де барып көрдім. Тек әлдебір шұқырдың сұлбалары бардай көрінді. Бірақ оны да жусан басып, ши өсіп кеткен. Кешке дейін өзіме өзім келе алмай жүрдім. Болмаған соң, ауыл молдасына келіп көргендерімді айттым. Көзіңе көрінген жын шайтан ғой. Ол жерде баяғыда ескі ауылдың жұрты болған. Мойныңа тағып жүр, деп дұға жазып берді. Кейін дәл сол жерде сол елес ауылды, дәл сол адамдарды бірнеше мәрте көрдім. Олар үнемі көкжиекке қарап, қол сілтеп, әлденені әңгімелеп жатты. Дәл осы әңгімені айтқанда, бұл бір алжыған Қаңтарбай шалдың 40 өтірігі ғой деп жүре тыңдаушы едім. Дәл осы жағдайды жақында өз басымнан өткізбесем, мұндайға еш уақытта сенбес едім. Бірде үйдегі жалғыз сиыр табынынан келмей қалды. Кешкілік шапқылап, арлы-берлі іздегенмен табылмады. Ертесінде тағы іздеп шықтым. Жұрт жалғыз терек жақтан бір қарайғанды көрдік, деген соң соған қарай тартқанмын.
Көкбестімен аңыратып келіп, баяғы Қаңтарбай шал айтқан дөңеске шыға келдім де, қаттым да қалдым. Баяғы анау алжыған шал айтқан елес ауыл алдымда жайрап жатыр. Өз көзіме сенерімді де сенбесімді де білмей, дал болып тұрып қалдым. Сол ауыл, сол көрініс. Домбыралы мырза, түтіндеп жатқан қазан ошақ. Бір киіз үйдің көлеңкесінде күйсеп сиырым жатыр. Баяғы қиқарлығыма салып, не де болса жандарына барып көрейін, деп атымды тебініп қалып едім. Елес ауыл ыдырап жүре берді. Әлгі ауылдан із де қалмады. Тек бір шидің түбін көлеңкелеп біздің үйдің қарасаң келгірі жатыр екен. Бәлкім тағы көрінер деп әлгі дөңге бірнеше мәрте шықтым. Бірақ елес ауыл қайтып елес бермеді. Бұл не жұмбақ? Оны осы күнге дейін түсінбей қойдым. Жын шайтан елестеді ме десем, аяқ қолым балғадай дені сау адаммын. Лағып жүрген жан емеспін. Бұл не сонда? Бірақ елес ауыл қайта көрінбеді. Дегенмен сондай елестер ара-тұра адамдарға кей сәтте көрініп тұратынына сенімдімін. Қазіргі ғылым ондай сәттер жиі қайталанып тұратынын дәлелдеп қойған. Оны тіпті уақыт ойығы не болмаса, уақыт иірімі деп атайды. Бәлкім, әлгі елес ауыл Қаңтарбай шал мен Рахымжан аға кездейсоқ сол уақыт ойығының табалдырығын басып қалғанда көрініс берген болар. Бәрі де мүмкін-ау. Осымен әңгімеміз аяқталды. Әңгімені соңына дейін тыңдағандарыңыз үшін алғысым шексіз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.